Егер де сен биологияны мүлде ұнатпасаң, бірақ та ұбт-да міндетті түрде тапсыру керек болсаң, менің кеңестерімді тыңда. Биология бізде 100% теориядан тұратын болғандықтан, саған көп конспект жазу керек, сурет салу керек. Сол себептен сен уақытыңды үнемдейтін, қолыңды ауыртпайтын дайын конспектісі бар курсты табу керексің. Ол жақта сенің уақытыңның 70% үнемделетін болады. Екіншіден, егер де сен тақырыпты түсінбей қалдым деп ойлайтын болсаң, сен өзіңді блогер оқушы ретінде сезініп көр. 3 подписчиктен тұратын Telegram канал аш, я болмаса достарына WhatsApp'тағы кружочкпен жазып жіберсең болады. Солай сен өзің тақырыптарды оларға түсіндіре бастаған кезде қаншалықты түсіндің, түсінбедің деген сияқты пробелдарды анықтайсың. Үшіншіден, егер де сен биологияны мүлде түсінбей жатсаң, оған жай ғана теориялық пән ретінде қарама. Ол әлемді зерттеудің бір құралы ретінде қара. Мысал ретінде ботаниканы өткен кезде айналаңдағы өсімдіктерге назар аудар, анатомияны өткен кезде өзінің денеңе назар аудар. Егер де сен осы 3 кеңестің барлығын бір жерден тапқың келсе, мен сені пробио курсына шақырамын.